Болманов. Алла қосқан жарымның абыройын қорғауға келдім. Болмановтар әулеті мен дизайнер Ырза Тұрсынзада арасындағы коттеджге қатысты дау мәселесі әлі де таусылар емес. Танымал продюсер аталған мәселеде Қарақаттың кінәсі жоқ екенін, коттедж оларға тиесілі емес екенін айтты. Продюсер Қыдырәлі Болмановтың айтуынша, Ырза Тұрсынзаданы қаншалықты сыйласа да, өткен күнгі мәлімдемесінен кейін жұбайының абыройын қорғауға тура келген екен. Қарақаттың кикілжіңге уақыты жоқ. Үнемі түсірілімдерде, телеарнада жүреді. Ары-беріден соң, ол 4 баласы бар ана. Мен кейде, менімен қоса 5 бала деп қоямын. Бүгін ол брифингке келгісі келді, бірақ мен келісім бермедім. Себебі бизнеспен айналысатын мен. Қарақатта мұндай мәселелермен айналысатын уақыт тапшы, деді продюсер. Қыдырәлі дизайнердің жасы мен әйел екендігін сыйлайтынын, бірақ осы мәселеге көз жұма қарай алмайтындығын айтты. Тағы да қайталап айтамын, ол кісінің жасын, әйел адам екенін сыйлап, аталған мәселеге көз жұма қарай салатын едім. Бірақ балаларымның әлгіндей сөзінен кейін осылай брифинг ұйымдастыруға тура келді. Себебі мен Құдай қосқан жарымның абыройын қорғап қалуға барымды саламын, деді Қыдырәлі Болманов.